салса бәр нәрсе бола береді деген әңгіме ғой. Кеттік жіберді. Так, мынаны көрдіңіздер ғой. Бұл уже Европаның бір жақсы жері. Осындай проблема басталғаннан кейін бұлар оны ашық көрсетуге тырысады. Біздегі жасырын конторалардың ішінде. Мысалы, жасырын деген қалай? Сен келіп осындай жерде мектептен кездесу жасайын деп жатсаң, прокуратураның адамдары келеді тап бізде құлағымызға сыбырлайды. Сәке, халықтың арасында паника туып кетпесін, сондықтан суицидтің рейтингісі мен разводтың рейтингісін төмен қылып көрсетіңдер. Это 35% деген сияқты. Себебі ол 55-тен асып кеткен. Ал ананы еститін болса, халықтың несі иммунитеті түсіп кетеді тағына, өмір сүруге құлшынысы түсіп кетеді. Суицид деген сөз айтсақ, өзіне қосыласында якобы өсіп кететінміш, хотя ешқандай дәлел меселе ғой, сөйтіп ойлайды. Сосын бұл бізде жасырылып тағына, одан сайын асқына береді жасырын болғаннан кейін. А бұлардың бір жақсы жері келеді де публичный жасайды. Сөйтіп тағына, сіздер ойлап қалмаңыздар, бас салбырап отырған адам жаңағы оқи алмай қалып, Оралдың базарында тәшкек келіп жүріп, содан бейшара бақытсыз болып кетті екен деп. Мына адам кәдімгі Лондонда қос дипломы бар, министерствода істеген, банковый системада істеген, бүкіл жағдайы жақсы, европалық успешный адам. Бірақ жасы 40-қа келді, ары қарай өмірде ешқандай жоспар құра алмайды, басы салбырап, содан енді көкірегі үңірейіп отыр. Бұл адамды белгісіздік кәдімгідей жұтып жеп бара жатыр. Енді нақ бұл асқынып бара жатыр. Себебі, естеріңізде болсын, бұрын сіздер уақыт мына бәріміздің басымызға сорлық жабысып, қуыс кеудені одан сайын үңірейтіп бара жатқан нәрсе, ол бос уақыттың шамадан көбеюі. Қазір бұрын біз сіздерге бір штраф келетін болса, газ, светтің судың ақшасын төлейтін болсаң, бір 10 жыл. Ана жерге барып, налогқа барып, очередте тұратын болсын. Азаннан кешке дейін барып, зорға дегенде штрафын төлейтін, бір күн арнайтын болсын штраф төлеп келуге. Бірақ оның бір жақсы жері бар, минусы көп уақыт кетеді, плюсы бар. Кезекте тұрған кезде бір айнагүлді, болмаса бір мейрамгүлді көріп қаласында, подружканың сонымен әңгімелесе, ля-ля-ля-ля-ля деп тұрғанда, ішінде парың бәрін шығарасында, үйіңе свежий әңгіме алып келетін тосын. Ал қазір оның бәрі Каспийде телефонда, штрафтың бәрін тарс, газ свет бәрін төлеп тастайсың, 6-7-8 сағат сен қалтаңда қалып қояды. Енді сұрақ шығады. Үнемделген бір күн уақытты қайға жұмсайсың деген. Оның жауабы жоқ. Себебі бос уақытты былай пайдаланады деген ғылым жоқ, және ол болмайды. Әр адам өзінің өмірде ұмтылған мақсатына, мұратының көлеміне, сапасына сәйкес, ішіндегі бос артып қалған бос уақытты өзі регулировщик реттеп алады ана жерден. Адамның көкірегіндегі құндылыққа, арна мақсатқа тәуелді анау. Қуыс кеуде болатын болса, 24 сағат азынан кешке телеграмда, сол Украинадағы соғысты көріп, болмаса футбол көріп жата береді. Көрдіңіздер ғой, сондықтан мынаны үңірей беретін себебі осы біреу. Кеттік ары қарай. Так, енді бұған қалай келіп түседі адамды қақпанға? Қалай емес, не үшін деген? Бұл өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір бекесіздер. 21 ғасырдың адамы деген қандай бәлеге ұрынады, қалай тез түсіп қалады, түкке тұрмайтын нәрсеге. Сіздерге қанша жерден ойшылдар, не үшін өмір сүресіңдер, не үшін сен әйел болып жаратылдың, не үшін сен ердің жынысында жаратылдың, неғып сен Қазақстанда туылдың, неғып сен үшін Орал өңірінде дүниеге келдің деген сияқты Құдайдың тарапынан берілетін, сенің таңдауың жүрмейтін, тағдырдың саған жапсыратын сүрлеулерінің не үшін саған тап болғанына қатысты сен сұрақты қоюың керексің. Ал енді үйтіп қояйын десең, саған қойғызбайды. Кім қойғызбайды? Қалай өмір сүру керек деген сұраққа жауап беретін, және сіздерге әдемі өмір, ұтымды өмір сүруді үйрететін адамдар шамадан тыс көп әлемде. Сөйтіп тағына магазинге барып қалсаңыздар, Инстаграмды ашып қалсаңыздар, вот, пожалуйста. Қалай миллионерге тиюге болады? Қалай квартираны тез алуға болады? Қалай депозитке ақшаны жатқызуға болады? Қалай семьяда еркекті жаңа манипуляция жасап ұстап отыруға болады? Қалай баланы грантқа түсіруге болады? Қалай балаңызды нишқа түсіруге болады? Қалай жас көрінуге болады? Қалай бүйрегіңізді сақтауға болады? Қалай кепей беріп тек ол соңғы. Сосын тұраттағына саған ән жерден не үшін деген сұрақты жауап тастайды. Ол не үшін жауап берген адамдар бар, оның әкесін танытатын. Бірақ күш тең емес. Соны біздер бір сабақта отырғанда мен сұрағам, сонда не үшін жауап беретін адамдардың жауап бере алмай қала ма? Қожам, профессор сұрап отырса, жоғы оның пашақ-пашағын шығарып тастайтын ғалымдар жетеді, бірақ күш тең емес дейді. Сен бір кітап шығарсаң, не үшін деген жауап беретін. Мына жақтан 100 мотиватор, сен алып тағына, қалай өмір сүруді үйретемін мен саған дейді тағына, өмірде тез артық күш шығармай, еңбек етпей, маңдайының тері сораламай, бірден байып кететін, бірден ұтысқа шығып кететін жолдарды, секреттерді ашатын кітаптарды бұрқыратып тағына, бақытты өмір сүрудің 8 кілті, бақытты өмір сүрудің 10 құпиясы деген сияқты кітаптармен ұрған кезде, ана көкірегі үңірейіп тұрған адам, ана не үшін деген сұраққа жауап таба алмай тұрған көрінген коучқа секіреді. Сенің осындай әлсіздігіңді бір біліп қойса, жаңағы ыңғайбас предприимчивый адамдар.
жақсылап бетіне макияж жасайды, фотосессия жасайды, сықи киінеді, әдемілеп. Сөйтіп ана шақ етіп ана жерде инстаграмға реклама жібереді. Қыздар, өмірге құлшын мотивация беремін, маған жазылыңдар, онлайн орын аз қалды қыздар, негізі бұл 50 мың просто сендерге по-свойски 40 мыңнан ұрып жатырмын десе, адамдар жөңкіледі анаған қарай. Көрдің, уже массовый жағы дилетант, өтірік психотерапевт бір адамға жазылып оқып жатқанына қарап, сен бірден білесің, уже қуыс кеуде дәуірі басталды, және бұл жоғары аралардың бәрі шашып, бөлшектеніп, ол жерден ақшасын бәрін далаға шашып біткенше сен қарап отырасың, жарайды, бас тасқа тиіп қайтсын деп. Ол қайтса жақсы, қайтқан жерін алып кетуге болады. Қайтпаса ол дәл кете береді. Кеттік, жіберіңіздер. Ну, пожалуйста, міне артынша келді. Сіз не үшін деген сұраққа жауап бермей қойдың ба? Ол сұрақпен бетпе-бет келіп қорықтың ба? Айналып өтіп кеттің ба? Мен қазір қысқа жауап тауып аламын, төте жолмен өмірді ұрып шығамын. Қатарластарымды, замандастарымды бәрін шаңғаптырып артқа тастаймын дағы, мен бір өзім ұтысқа шығамын дедім ба? Ешқайда да бара алмайсың. Сені мотивация дәуірі ана жерден күтіп алады. Жалпы негізі бұның бәрі экзистенциялық сұрақтар деп аталады. Ол сұрақтармен бетпе-бет келетін адамдар әлем бойынша өзі аз болады. Өйткені ішіңдегі страх, үрейді, қорқынышты жеңу деген оңай шаруа емес. Ішіңде не үшін деген сұрақпен жауапты бетпе-бет келетін адам, оның ар жағында оны шұқылай берсе, ол сұрақтың түбіне кіріп кететін болсаң, мойныңа тонна адамдық борыш деген дәу міндетті жүктейін деп тұр. Моральдық императивтер дейді. Уже сен қарапайым адамдар ұялмай істей беретін нәрселерді сен істемейтін жағдайға келетінін сезесің дағыны, сұрақтан қашу басталады сол жерде. Бірақ енді біз бұл сұраққа қорықпай жауап беріп, бетпе-бет келсең келдік, кәдімгі бұл сұрақтың мүйізін жұлып алған адам біреу-ақ Қазақстанда. Одан кейін бұл сұрақпен айналысатын адамдардың бәріне тыйым салынған, бәрі советтік реализм жырлайды дағыны. Ол 91-ге дейін келеді, 91-ден бастап бізде барда 10 жыл болады, ақша жоқ, свет жоқ, анау жоқ. Одан кейін жеке басқа табыну дәуірі басталады, бұл сұрақтың жауабы тағы да берілмей қалады. Ал сұрақпен бетпе-бет келген бір адам шынды білмек ойласаң сен ең аңды біл, ең керекті үш сұрақпен жан бұлағын қойып ұрады. Келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не боламын? Мен деген жан ақыл айнам, жоғала ма сол шынақ? Бар болған зат жоғала ма, жоқтан әсер қала ма? Аш көзімді тұмшала ма, кетті ақылдан тым жырақ деп шәкәрім деген бірақ ғұлама айналысқан бұнымен. Бірақ ол осы сұрақтардың бәрін жауабын беріп, мен қазақ халқын осы сұрақты беру арқылы бәрін осындай бір жаңа дәуірге бастаймын деп тұрғанда осыны тас еткізіп атып өтірік тағып, қағаздың бәрін жарысын өртеп, өзінің Сәбит Мұхановқа беріп жіберген қолжазбасы случайно ғылым академиясына Сәбит Мұханов 60-шы жылдары өткізіп жіберіп, 89-жылғы Өзбекәлінің қолына түсіп қалды да, жарыққа шығып кетіп, деп сол сұрақтың жауабын алып, мына жерде менің сөйлеп тұрған сәтім бұл еді. Көрдіңіздер ғой, ол уақиға деген қалай өрбіп жатыр. Енді жіберіңіздер ары қарай. Мына сыртқы соққыдан емес, ішкі бостықтан өледі дейді. Қазақстандағы барлық развод болсын, мына мектепте қыздардың төбелесі, болмаса жағы өзіне қол салатындар. Сіздер мынаның проблеманы бір-біреу тоқтата алмайсыздар. Мына картинаның өзі атақты картина «Пустота» деп аталады. Бұл да европейс, оқыған, тоқыған, дипломы бар, өскен өнген адам. Бірақ жасы 40-тан асқаннан кейін бұл бейшара ойбайлап өмірде орын таппай, ана жерде баяғыдай әйел бала шағасынан енді жұбаныш таппайды. Ол ұяға кетті, қыз қияға кетті, әйелдің ажары қартайды, ары қарап қызық жоқ. Сонымен аузы қисайып тұрды бейшара. Енді мектептегі көрінісі қандай? Бұлай болатын себебі жалпы Қазақстан 91 жылдан былай қарап мәдени майданда, мәдени кеңістікте, жеңіліске қатты ұшыраған, өзінің мәдениетінен, өзінің руханиятынан, өзінің дінінен, өзінің тарихынан, өзінің бейбағландарынан, өзінің хандарынан саналы түрде бас тартып, кәдімгі орыс тіліне басымен құлаған сондай өте бақытсыз халық саналады. Сондықтан да сен өзің тарихи тізбекпен бите, мында толқынмен келе жатқан жаңағы руханияттың толқынынан шығып кеттің бе, басқа қарай болды. Одан кейін сені мына пустота эпоха, бос қаңыраған дәуір сені қара тұйыққа тартқан сияқты тартаттағын соның иірімге алып кетеді ән жерден. Бұның көрінісі қандай? Қазір қызықты көрсетейін сіздерге. Жібер. Мынаны қараңыздар, мына қызықты. Мына жерде отырған, ашки таққан, қартайған, жасы 50-ден асқан, 60-дан асқан кісілердің бәрі мына пластинкаларды өте жақсы біледі. Бұлардың көзіне бұл бірден жылы ұшырайды. Не үшін? Себебі Қазақстан әбден 53-тегі, 57-тегі целинаның кезінде таяқ жеп жатқан кезінде Қаныш Сәтпаевтан бастап қазір ол көрсетеді, ғылым академиясының құраттағына бұлар мәдени майдан жариялайды сөйледі. Сөйтіп қарсы иммунитет қояды. Сөйтіп Қажым Жұмалиев бар, Қайым Мұхаммед бар, біреу Сабай Мәулетов бар, артында Мұхтар Әуезов тұр. Сол тұраттағына давай. Бүкіл мына Қазақстандағы осындай қуыс кеудені хикметке толтыратын. Бұны
ғылымдағы атауы трансцендентті құндылықтар деп айтады, естеріңізде болсын. Трансцендентті деп отырғаны бұл дүниенің ішінде құндылықтар жоқ. Бұл дүниеде құндылықтар деп ана транс деген сөз лақтырып жіберетін болса, онда құндылықты не айтамыз дейтін болса, үйі бар, жайы бар, дипломы бар, жаңағыдай машинасы бар деген нәрсеге түсіп кетесің ана жерден. Онда редукционизм басталатындағына сіз егер не дай болып карьера жасай алмай бір машинаны алмай қалсаңыз, сізді тойға барғанда адамдар екінші топтаған сияқты сізге отношение орнататындағы сіздің көңіл күйіңіз түсіп кетеді ана жерде. Сондықтан ананы құндылықтарды жердің бетіне шығарып тастайтындағына трансцендент дейді. Сонымен сіздің көкірегіңізге мәдени ғайыптан келетін, сізді мәңгілік болмыспен байланыстырып тұратын, сіздің арманыңызды құлатпай үнемі үлкен мұрат мақсаттарға қарай сізді шабыттандырып тұратын құндылықтарды құяды. Енді мына пластинкалардың бәрін 62 жылы бірінші рет шығарады. Себебі бұлар 64-65 уже жылдан жылға бұлар уже әрдегенен 2 миллион тиражбен шығарған. Өзі шығаруының өзі қызық. Мелодия деген фирманың Ленинградтан келіп Алматыдан филиал ашылатындағына. Сосын оны қазір тұртыңыздар.